Жиырма 25 қазан республика күніне орай ұйымдастырылған жалпы аудан қалада елімізді осы республикамыздың тәуелсіздігін насихаттау мақсатында аудан қалалар бір-біріне челлендж жолдаған болатын. Тәуелсіз елім Қазақстан атты. Дәл сол челленджді бүгін қорытындылап отырмыз. Шараның мақсаты осы еліміздегі тәуелсіздігімізді қадірлеу үшін жастардың елін, жерін сүю үшін осындай арнайы жасалынып жатқан іс-шарамыз. Жақсылар жанын қиған қасіретпен, алаштың ерлері бар асыл өткен, арманым болмас еді-ау туған елім, гүл жайнап, қазақ болып тасып өтсем. Егемен елім десем сенім кіріп, бойымды билеп кетер сенімділік. Ешкімге ауыстырмас алтын отан, жырлаймын қасиетіңді төгілдіріп. Жарқырап жанған күндей азаттығы, көрінер ұлтымның ғажаптығы, республика күнімен құттықтаймын, себебі ол ұлт күні, қазақ күні. Қасым Аманжолов туған жер, шықшы тауға, қарашы кең далаңа. Мәз боласың, ұқсайсың жас балаға, ош етімен бұш етіне жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір қанама. О дариға алтын бесік туған жер, қадірімді білмей келсем кешегөр, жаталмас ем топырағында тебіренбей, ақым болмай тасың болсам кегермен. Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің, ненде күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім мен, сенде өлсем, арманым жоқ бұл дүниеде дер едім. Болдым ғашық туған дала мен саған, алыс жүрсем арманым сен аңсаған, жақын жүрсем мен төрінде рахаттың, алтын діңгек өзің туған босағам. 25 қазан бұл, атаулы күн мереке, республика күні бұл, сыйлар елге береке. Декларация өтіліп, егемен ел танылған, республика күнінде шамнан шырақ жағылған. Республика күні құтты болсын!
әрқашанда елімізде тыныштық болсын. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын, балаларымыз, немерелеріміз болашағы жарқын болсын. От всей души поздравляю народ Казахстана с праздником. Желаю процветания нашей стране. Всего самого наилучшего. Келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын, еліміз жұртымыз дами берсін. Мемлекетіміздің мерекесі құтты болсын. 25 қазан республика күні құтты болсын. Республика, Қазақстан деп жар салған, бабаларым бұл күндерді аңсаған. Жақсылықта жайнап өссін қазағым, елім, жерім аман болсын әрқашан. Республика ұлт күні қазақ күні егеменнің көрінер ғажаптығы. Қазанның 25-ші жұлдызында халқымның мәңгі болсын азаттығы. Тойлаймыз, шаттанамыз, қуанамыз, шүкір деп жарияға жар саламыз. Болашақ жастардың қолында деп, әрдайым жастар менен мақтанамыз. Еш жерге ауыстырмас туған өлкем, шарықтап кең далада шалқып өткен. Арманым болмас еді Қазақстан, өркендеп қазақ болып тасып өтсең. Құрметті әріптестер, сүйікті студенттер, қымбатты отандастар. Баршаңызға ұлттық мереке Қазақстан Республикасының күні құтты болсын. 25 қазан жақсылық пен қуаныштың, еркіндік пен елдіктің нышаны. Былтырғы жылдан бері елімізде республика күні қайта жаңғырып, ұлттық мерекелер қатарына енді. Бұл ел үшін маңызды шешім болды, бәріміз қуана қабылдадық. Себебі республика күні тәуелсіздігіміздің жаршысы, сан ғасырлар бойы халқымыздың аңсап күткен егемен елдігіміздің сүйіншісі. Мерекеге орай Қазақстанның түкпір-түкпірінде жоғары дәрежедегі іс-шаралар өтіп жатыр. Ұлттың тұтастығын нығайтып, рухани байлығы мен патриоттық сезімін күшейтетін бұл мереке университетімізде де назардан тыс қалмады. Күні кеше ғана мәдениет орталығында үлкен концерт болып, дүбірлетіп атап өттік. Баршаңызға егемен ел атанған күніміз тағы да құтты болсын. Көк байрағы желбіреген, абыройлы да айбынды, беделді де берекелі. Ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Аспанымыз ашық, көңіліміз шат, еңбегіміз жемісті болуын тілеймін. Болашағымызға көпір болатын жастарымыз аман болсын, сүйікті отанымыз Қазақстан көркейіп, нығая берсін.